Жайлауын айт, жайлау деп шәлкөденің төскейі мұңғырған мал әр төбенің су емес, суатынан қымыз аққан пай шіркін неткен ғажап өркемедің деп Мұқағали ақынның жырына арқау болған Райымбек ауданы Шәлкөде ауылында 1975 жылдың 18 шілдесінде таң намаз уақытында дүниеге келгем. Сондықтан жұма күні дүниеге келгем. Сол үшін менің жаңағы көрші атамыз таң намазының дәретін алып жатқанда сүйінші сұрап, апамнан сүйінші сұрап дүниеге ұл келді деген кезде сүйіншіңе ат қойып берейін деп менің атымды қойған екен. Ақындық деген нәрсе ол кішкене бала кезден басталатын дүние, бірақ ол кезде біз ақын дегеннің не екенін әлі біле қоймаймыз ғой. Өлеңнің өзін тақпақ деп қараймыз. 12-13 жаста мен де алғаш шығармаларымды жаза бастадым. Одан кейін есейе келе мынау поэзия деген әлемді қасиетті өлең өлкесін түсіне бастаған кезде өлеңнің қадірін біліп, өлең не екенін, соны қалай бағалап, қалай жазу керек екенін сезіндік. Әлбетте туған жердің менің шығармашылығыма өте ықпалы зор, өйткені менің шығармашылығымның басты бөлігі ауылға, туған жерге арналады. Он үш жаста қолыма қалам алдым, өлеңдерін оқыдым, балалардың көп баланың өлеңін оқып шығып, қалайша жазғат деп ойға қалдым деген алғашқы өлеңдердің бір шумағы жатталып қалған. 13 жасымда қолыма қалам алдым. Ал ең алғашқы жазған өлеңім осында көктемде. Жайлаубек деген ұстазым бар. Сол кісі маған өлең жазып келмесең, келесі сабақта өлең жазып келмесең, 90-ды қорытындыңды екімен шығарам деп қорқытып, қорыққанымнан ақын болғам. Сөйтсем ол кісі бұлақ көрсең көзін аш дейді. Бұлақтың көзін әртүрлі себептермен ашады. Сол мұғалім менің бойымда сол ақындықтың бар екенін біліп, осылай талап қойып, өлең шығармасаң екімен шығарам деп қорқытып, мені ақынның алғашқы баспалдағын алғашқы шымылдығын ашқан. Көктем деген өлең. Көктемде ағаш талдар жайқалады, көктемнің келгенінде байқалады, көктемде қар ериді барлық жерде, сарқырап су басады сайсаланы. Ең алғашқы шумақтар жатталып қалған, жүректе сақталып қалған. Ең үлкен енді жетістік деген әртүрлі ғой, адамның әртүрлі бағалайды. Мысалы, мемлекет тарапынан беріліп жатқан атақтар, марапаттар, ол сенің еңбегіңнің бағалануы деп ойлаймын. Ол жетістік емес, ол бағалануы. Ал менің ең жеткен жетістігім өзімнің жүрегіме салатын болсам, көңіл тарасына қоятын болсам, осыдан 3 жыл бұрын Астана қаласында өткен көркемсөз оқу шеберлерінің байқауында 11 сынып оқитын өзімнің тұңғыш ұлым Мағжан, сол байқауда әкесі, яғни менің әлемнің һәм жетісуың жеті керемет деген өлеңімді, поэзиямды оқу арқылы грант иеленіп, Сүлеймен Демирел атындағы университеттің студенті атанды. Яғни менің ең шыққан қазіргі жетістігім деп айтылатыным, әкенің шығармасын, әкенің өлеңін баласы оқып қана қоймай, соның нәтижесінде студент атанып жату менің үлкен жетістігім. Оқырман махаббатына бөлену деген кез келген оқырман сенің шығармаңды толықтай білуі. Яғни кез келген оқырманмен кездескенде сіздің бейнеңізге, келбетіңізге қарап отырып, я болмаса сіздің шығармашылығыңыздан енді біз ақын болғаннан кейін, мысалы менің бүкіл бір өлеңімді өлмесе де, бір жерде бір айтып қалған өлеңімнің бір жолын айтып, сіздің осындай өлеңіңіз бар еді ғой. Сіздің мына өлеңіңізді оқыңызшы. Әлеуметтік желіде мына өлеңіңіз көп оқылады деген сияқты, сен туралы толық ақпарат біліп, яғни соны арғай білгісі келіп, сондай бір ынтығып отырса, сол оқырманның махаббат деп ойлаймын. Ақын болу міндет емес, азамат болу парызың дейді. Ал ақын болдың ба, ендеше азаматтықта қоса алып жүресің. Ал азамат болу деген ол сенің қоғамның бүкіл көлеңкелі шуағын жағын барлық сенің жан дүниеңде болу керек. Мұқағали ағам айтады ғой, осылай өмір сүремін, осылай өстіп күн кешемін, дүниенің жүрегін ақыннан сұра білмесең дейді. Ақын ол тіршіліктің, дүниенің жүрегі. Соны сезіне білу керек. Сол дүние тіршілігінің жүректің қақысын жеткізе білу керек. Оның ауыртпалығына жаны күйзеліп ауыра білу керек, соның шуағына халқын жылыта білу керек. Қашанда қиын. Арман көп. Ақын болғаннан кейін, қоғамның ортасында жүргеннен кейін, отбасы ошақ қасындағы ағайын туыстың ортасындағы арман емес, біз сол ұлтқа қатысты, ұлттың деңгейіндегі арман болса,
Ол менің дәл қазір арманым өзіміздің ата заңымыздағы 7-ші баптың 2-ші тармағын алып тастау. Яғни мемлекеттік тіліміздің өз дәрежесінде мәртебесін беру. Сол кезде ғана біз өзіміздің ана тілімізде сөйлей аламыз, ана тілімізді, туған баба тілімізді кеңінен пайдалана аламыз деп ойлаймын.